Ал негізі Томас Манн өте өнімді еңбек еткен, көп жазған қаламгерлердің бірі. Бірақ негізгі туындысы бұның Буденброктар романы, өйткені осы роман үшін оған Нобель сыйлығы берілді. Жалпы Буденброктар романына ұқсас романдар да негізі батыс әдебиетінде бар. Мысалы, егер сіздер кімнің Джон Голсуорсидің Форсайттар туралы сагасын оқысаңыздар, Томас Манның осы Буденброктармен және Форсайттар туралы сагасының қатты ұқсайтын жерлері өте көп. Онда да осы трагедия жазылады негізі. Кей жағдайларда осы ұқсастықты, осындай ұқсастықтар болып кетеді әдебиетте. Әрине олар бір-бірінен көшіріп жазды деп айтуға келмейді, ешқандай плагиаттық емес, бірақ кейде осындай үндесіп жазатын шығармалар әдебиетте бола береді. Неміс жазушысы Томас Маннға 1929 жылы Буденброктар романы үшін әлем әдебиетіндегі ең ұлы марапат Нобель сыйлығы берілді. Буденброктар романына тоқталатын болсақ, бұл шығарманы жазуға Томас Манн 19 ғасырдың аяғында кірісіп, 20 ғасырдың басында нүктесін қояды. Дегенмен мұндай көлемді дүниені бастағанға дейін оның бірнеше новеллалары жарық көріп, ол туындыларды оқырман жылы қабылдаған болатын. Басқартыға бұл кітап арқылы ол өз үй ішінің жылнамалық материалдарының негізінде бюргерлік отбасылардың тарихын баяндап беру мақсатын ғана көздейді. Алайда романды жазу барысында ол ісі жүзеге аспай, мүлде басқа қоғамдық әлеуметтік қайшылықтарды көрсете білген, айтары көп, ойы терең, мағынасы терең, таңғажайып дүние өмірге келді. Роман әр детальға мән бере отырып, түрлі эпизодтарды суреттеп, оқиғаны асықпай баяндайтын көптеген диалогтар мен ішкі монологтары бар стилімен ерекшеленеді. Бірнеше жылдар өткеннен кейін менің уақытым атты очеркінде Томас Манн былай деп ағынан ақтарылады. Расында да мен өз отбасым туралы роман жаздым. Бірақ іс жүзінде менің өзім де бір отбасының күйреуін баяндай келіп, одан әлде қайда маңызды мәдени және тарихи әлеуметтік негіздердің қираған суреттеп бергенімді білген жоқпын. Буденброктар романына кіріскен кезде замандастары жазушыдан қандай шығарма жазып жатқан сұрағанда ол, бұл өте адамның ішін пыстыратын, сондай бір шығарма деп жауап берген екен. Ал бірақ іс жүзінде бәрі керісінше болып, Буденброктар батыстағы ең көп оқылатын нағыз халықтық туындыға айналып, енді өздеріңіз білесіздер, 1929 жылы осы роман үшін Томас Манн Нобель сыйлығын иеленді. Романның дүниеге келуіне туған туыстары мен дос жарандарының мінез құлқын, орта тапқа жататын отбасының қалай күйрегенін зерттеген жазушының дербес жеке бақылауларында мұрындық болды. Жаңа айттым ғой, ол философтардың еңбегіне көп үңілген философиялық роман деп, осы философиялық еңбектердегі көп дүниеде Буденброктарға роман жазуға әсер еткен. Мысалы, Шопенгауэрдің пессимистік философиясы жас жазушыны күйреу мен өлудің тұрмыстың болмай қоймайтын қатерлі заң екені туралы көңіл ойларға батырады Томас Маннды. Дегенмен суреткерлік қиялының парасаты қаламгерді нақты тарихтың заңдылығымен, буржуазияның тағдырымен, тұрмыс салтымен кісенделген Буденброктар әулетінің күйреуі туралы шығарма жазуға итермеледі. Романда жылдар өткеннен кейін кәсіпкерлік белсенділігі мен өмір сүруге деген құлшынысын жоғалта басқан атақты бюргерлердің 4 буынының тағдыры баяндалады. Бұнда бір буынның ғана емес, 4 буынның тағдыры баяндалады. 1947 жылы жарық көрген бір мақаласында Томас Манн осы романды жазу барысында басқа елде тұратын әйгілі жазушылардың тәжірибесіне арқа сүйегенін жасырмайды. Бір отбасының тағдыры баяндалатын романмен жұмыс істеу барысында ол еуропалық отбасылық романдарды қатты зерттеумен айналысады. Сондай-ақ басқа орыс әдебиетіндегі осындай романдарға да қатты үңіледі. Осы тұрғыдан алғанда, мысалы, Толстойдың Анна Каренинасы мен Томас Маннның Буденброктар романын ойша салыстырып өтуге әбден болады. Сөз жоқ, Томас Маннды Анна Каренина романында айқын көрініс тапқан қоғамдық қатынастармен тығыз байланыста суреттелетін жеке адамдардың тағдыры қатты қызықтырды. Өйткені оны романды оқу барысында оны қатты байқалады, сезіледі. Жаңа біз айттық қой, Томас Маннға қатты ықпал еткен жазушылардың бірі Толстой деп. Осының Анна Каренина романы
әсіресе бұның осы Буденброктар романын жазуға өзінің керемет ықпалын тигізген. Томас Манн да Буденброктар романында мына Толстой сияқты қаны жағынан да, мына жаны жағынан да өзіне өте жақын әлеуметтік ортаны суреттеді. Шығарманы оқи отырып, жазушының Буденброктар отбасын қаншалықты қатты жақсы көретін ішкі бір түйсікпен айқын сезесің. Соған қарамастан ол өзі жанұяның төңірегінде болып жатқан оқиғаларды мейлінше ашық жазады. Жалпы мен şu жерде бір айта кеткім келеді. Жалпы кез келген суреткер, жазушы ол өзінің отбасындағы адамдарды идеал тұлға қылып суреттеуге тырыспау керек. Ол шындықты ашық жазу керек. Бізде осы тұрған алған кезде, мәселенки, Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларына мен қатты риза боламын. Өйткені Бердібектің балалық шаққа саяхат деген туындыларын оққан шығарсыздар, сонда мысалы ол өзінің жеңгелерін, тіпті әкесін де керемет тұлға қылып көрсетуге тырыспайды. Олардың қаншалықты жалқау екен, тіпті әкесінің соншалықты жалқау екен, тіпті ана жеңгелерін де суреттеген кезде, тіпті өзінің бір басына бит қаптап кеткен бір жеңгесін суреттеген кезде өзің күліп отырасың. Бірақ шынайы реалист суреткер аш шындықты айтудан қорықпау керек, осындай батыл болу керек. Сонда ғана мықты жазушы шығады. Бізде өкінішке қарай көп жазушылар өзінің жеңгесін суреттесе, әкесін суреттесе, одан бір идол жасап жүреді. Егер әкелеріміздің, шешелеріміздің бәрі сондай керемет ұлы тұлға болса, керемет әдемі тұлға болса, неге жаман ұрпақтар бізде өсіп жатыр мысалы үшін? Неге жаман балалар мысалы үшін, неше түрлі қылмыстар мысалы үшін жасап жатқан адамдар өмірде болып жатыр? Мен осы тұрғыдан келген кезде мына жазушы шындықты айтудан қашпау керек. Әрине тақырыптан ауытқып бара жатқан үшін сіздерден кешірім сұрайын. Міне шығарманы оқи отырып, жазушының Буденброктар отбасын қаншалық қатты жақсы көретін ішкі бір түйсікпен айқын сезесің. Соған қарамастан шығарма кейіпкерлерінің мінездері, қоғамдық қатынастардың қарама-қайшылығы мен ізгілік пен зұлымдықтың шиеленісі барысында ашыла түседі. Буденброктар әулетінің ұзақ жылдан бері қалыптасқан мәдени және адамгершілік қағидалары, ар-ұят пен адалдық туралы берік сенімі бар. Алайда жазушы өз шығармасында Буденброктық моральдың шын мәнісіндегі жалған табиғатын ашып беріп, ата-аналар мен балалардың қарама-қатынасын улап жатқан қарама-қайшылықтарды, өзімшілдікті, екіжүзділікті, қанағатсыздықты аяусыз әшкерелейді. Романдағы оқиғалар 1835 жылдан бастап суреттеліп, 19 ғасырдың аяғына дейін жеткізіледі. Буденброктар әулетінің 4 буынның өмірі баяндалғанымен, шығарма авторы негізінен осы отбасының 3-ші ұрпағының өкілдері Томас Христиан Тонийдің тағдырына айрықша назар аударады. Егер де мысалы үшін Толстой Анна Каренина романы арқылы патриархалдық помещик Ресейдің күйреуін сипаттаса, Томас Манн Буденброктар романы арқылы ұлттық материалдардың негізінде немістердің бағыз замандардан келе жатқан бюргерлік патриархалдық құрылымның қалай қирағанын көрсетеді. Шығарманың соңғы бөлімдерінде Томас Манн кейіпкерлері өмір сүріп жатқан атмосфераның үрейін, сенімсіздігін асқан шеберлікпен жеткізеді. Кейіпкерлерінің тағдыры арқылы ол бюргерліктің күйреуін ғана емес, сонымен бірге одан да маңызды дүниені, капиталистік қоғамды ұстап тұрған негіздердің тұрақсыздығын тілге тиек етеді. Шығармада өлім тақырыбы да бірнеше мәрте көтеріледі. Міне осы жерде де Томас Маннның орыстың ұлы жазушысы Лев Толстойдың рухани үндестігі анық байқалады. Бізге осы жерде Толстойдың Анна Каренина романын ғана емес, сонымен бірге Иван Ильичтің өлім әңгімесінде еске түсіруімізге тура келеді. Сенатор Томас Буденброктың өмірінің соңғы апталарын баяндай келіп, Томас Манн өлім сәтінің алдында өмірдің мағынасы, оны дұрыс түсірдім бе деген мағынадағы көңілсіз ойларға батқан өте ақылды да жігерлі буржуаның ішкі әлемінің рухани драмасын ашады. Романның негізін құрайтын әлеуметтік сынға қарамастан, жазушының дәурені өтіп бара жатқан Буденброктардың әлемін өкінішпен суреттеп отырғаны анық аңғарылады. Буденброктар отбасының күйреуі толассыз процесс. Шығармада тоқырау кезеңдері жаңадан көтерілу дәуірімен жалғасып, ал жалпы ауқатты отбасы бірте-бірте әлсіреп, ақыр соңында құриды. Негізінен Буденброктар үлкен әлеуметтік мәселелерді көтеріп, тап ретіндегі буржуазияның тарихи даму көрінісінің шындығын көрсеткен туынды.
Сол уақыттағы бір әулеттің өмір жолын суреттей келіп, Томас Манн буржуазиялық ойдың ағартушылық философиясынан іргесін аулақ салып, кертартпа декаденттікке қарай бет алып бара жатқанын көрсетеді. Бұл роман жазушының шығармашылық дамуының жаңа белесі болып табылады. Атақ туындысын жазу барысында қаламгер қатты ізденген. Әкесі мен атасының жазысқан хаттарымен танысып, отбасылық іс-қағаздарын зерттеп, тұрмыстық жағдайды егжей-тегжейлі дейін зерттейді. Бұл тұрғыдан алғанда бір жағынан жазушы 19 ғасырдың 70 жылдарындағы немістік реалистік прозаны жалғастырғанымен, екінші жағынан батыс еуропалық әлеуметтік роман жылнаманы дүниеге әкелді. Бір әулеттің экономикалық құдіреті мен рухани ұлылығы Иоганн Буденброк ақсақалдың образы арқылы көрініс тапқан. Кәрі тарланның бүкіл бет бейнесі, рухани болмысы ағарту дәуірінде қалыптасқан. Жаратылысында сарқылмайтын қайраты бар, ол жеке күшімен өз табының құдіретіне имандай сенеді. Алайда оның ұлында дәл осындай жігермен өмірге деген құштарлық жоқ. Өйткені оның өмірі өзгеріске толы болып, басқа тарихи жағдайларға, атап айтсақ, патриархалдық бюргерліктің орнына капиталистік кәсіпкерлердің жаңа ұрпағы келген дәуірге тап келіп отыр. 1848 жылғы болған төңкерістен кейін ол өзінің күшіне аса сенімді емес. Ал бұл әулеттің үшінші буыны Томас пен Кристиан тіпті фирманы жаңағы іштей жатсынады. Олардың бойынан бұрын соңды Буденброктар әулетінде болмаған жан дүниелерінің өзгеріске ұшырауы байқалады. Сенатор Томас Буденброк сабырлы болып көрінуге тырысқанымен, ол да іштей әбден мүжіліп, шаршаған адам. Ол айналасындағылардан фирманың күйрей бастағанды жасыруға тырысады. Төртінші буынның жалғыз өкілі Ганно әлжуаз болып туғанымен музыкалық қабілеті өте күшті дамыған, шығармашылық адам болғандықтан сауда-саттықпен айналысу оның жиіркенішін туғызады. Біз жаңа әңгімеміздің барысында айттық қой, бұлар жаңағы капитализм неден кетіп, бюргерліктен кетіп, музыка әлеміне, философия әлеміне, музыка әлеміне қалай бет тұра бастады деп. Былайша айтқан кезде өздерінің бюргерлік дәстүрінен жойыла бастады. Буденброктар романы Томас Манн көтерген мәселелердің одан әрі өріс алуына тигізген ықпалы өте зор. Суреткер ретінде Сиқырлы тау романы мен басқа да новеллаларында дамыта түсетін проблемалардың бәрі де осы Буденброктар романында жинақталған. Ақиқатты айту жағынан әрине Манн реалист суреткер, жазушы шығармашылығын зерттеген Бонкенің айтуынша, Томас Манның уақыт пен кеңістіктің дәлдігін сипаттаудағы шеберлігі жазушының психологиялық бақылауларымен негізделген. Дегенмен бұл туындыда модернистік элементтерде, декаденс пен пессимизмнің де белгілері бар. Ницше мен Шопенгауэрдің қатты ықпалында болғаны анық байқалады. Шығармадағы сондай айқын көріністердің бір ретінде 10-шы бөлімде Томас Буденброктың Шопенгауэрдің еңбегін оқитын тұсын айта кеткіміз келеді. Сондай-ақ Буденброктар әулеті мен Любек қаласының күйреуі арасында да ойша салыстыру жүргізе кетуге болады. 19 ғасырдың соңында Гамбург пен Берлин сияқты ірі қалалар гүлденіп жатқанда, немістің шағын қалалары экономикалық маңыздылығын жоғалта бастады. Шығармада тарихи оқиғалардан бөлек мифологиялық тұспалдар да бар. Мысалы, Буденброктар әулеті бәсекеге қабілеттігін жоғалтып алған үйдің бұрынғы иелерінің тағдырын қайталайды. Сондықтан да Буденброктар әулетінің күйреуін бір ғана себеппен түсіндіріп беру әсте мүмкін емес. Оның тек тарихи жағдайлармен ғана емес, сонымен бірге ішкі дағдарысқа қатысты психологиялық және биологиялық факторлармен негізделген басқа да түрлі себептер бар. Буденброктар әулетінің әр ұрпағы өз күшіне деген сенімін жоғалтып, әлсірей түседі. Бір әулеттің ең соңғы өкілі Ганно саудаға деген қызығушылығын жоғалтып, соңында музыкамен әуестеніп кетеді. Кейіпкерлердің ішкі қайшылығы Буденброктар мен Хагенштаундар әулетінің арасындағы пікірталастар мен бәсекелестік барысында мейлінше ашыла түседі. Мұндай бәсекелестікті бюргерліктен буржуазиялық қарым-қатынасқа көшудің тарихи кезең ретінде бағалай аламыз. Басқаша сөзбен айтқанда, Буденброктар әулеті несиеге, тәуекел мен алып-сатарлыққа негізделген бизнес жүргізуге дәрменсіз болып шығады. Алайда Томас Манн буржуазиялық жағына шықпайды, қайта оны аяусыз әшкерелейді. Шығармадағы буржуазияның жалған табиғатын әшкерелеген әлеуметтік сын Буденброктар әулетінің үшінші буынын суреттеу барысында айқын көрінеді.
Антония Буденброктың тағдыры арқылы біз жазушының әйелдің қоғамдағы орын туралы сыни көзқарасын тани түсеміз. Бала күнінен бастап отбасындағылар жаңағы Тониға өз сүйгенін емес, есеппен тұрмыс құрып, жанұялық бизнеске сүйеу болады деп үміттенеді. Әке-шешесі қызды өзінен жасы әлдеқайда үлкен кәсіпкер Грюнлихке тұрмысқа шығуға көндіреді. Некеге тұрғаннан кейін Грюнлихтің бизнесін дөңгелек еткен кәсіпкер емес, алаяқ екені анықталады. Ақыр соңында екеуі ажырасып тынады, Грюнлих пен Антония. Екінші рет күйеуге шығуда Тониға бақыт келе алмайды. Бұл тұрмыс құрудың да ақыры баянсыз болады. Міне көрдіңіздер, мынау белгілі ортада адамдардың өзінің еркіндігі жоқ. Олар өзінің еркімен біреуге, мысалы әйел қыздардың өзі біреуге өзінің еркімен тұрмысқа шыға алмайды. Өйткені олардың ең басты мақсаты байлығын байыту үшін басқа бір ауқатты адамға үйлену керек, ана қызымыз тұрмысқа шығу керек, кешіңіздер. Міне осындай жағдаймен жаңағы Грюнлихке тұрмысқа шығартады, бірақ оның ақыр соңында алаяқ екені анықталып, бір қыздың қыздарының тағдырының тасталғанын шығарады. Шығарманың бас кейіпкері әулеттің үлкені Томас Буденброк бастапқыда отбасылық бизнесті дөңгелетуге әкеткенмен уақыт өте келе ол күш қуатын жоғалта бастайды. Соған қарамастан мына Буденброктар әулетінің күйреуіне тек сыртқы факторлар ғана емес, отбасы иелерінің қалыпқа сыймайтын ішкі мінездерінің де қатты әсері бар. Буденброктар әулеті мына өмірде аман қалу үшін екі-ақ нәрсе, ақша мен мұрагерлік қана бар деп есептейді. Жазушы өз романында әулет үшін материалдық игіліктің қаншалықты маңызды болған керемет суреттейді. Бөлмелердің ішкі көрінісі, олардың бай әулеттің иелері екенін көрсетіп тұруға тиіс. Бизнестері жүрмей қойып, қаржылық қиындық көріп жатқанына қарамастан, олар жаңағы сән-салтанаттан өмірден бас тарта алмайды. 19 ғасырдан қалған сән-салтанатқа деген бейімділіктен арыламай қойған Буденброктар әулеті ақыр соңында бәсекеге қабілетсіз болып, үйістіп күйрейді, осы бір отбасының трагедиясы. Неміс жазушысы Томас Маннға Буденброктар романы үшін Нобель сыйлығы берілгенмен, өз басым суреткердің мына Сиқырлы тау романын оның ең ұлы шығармасы деп бағалаймын. Әрине, бұл романның, жаңа айттым ғой, іш пыстыратын жерлері де бар. Бұл романды оқушыға үлкен төзімділік қажет. Мына әлемде бұл романның дәл қазіргі уақыт ішінде маңыздылығы зор деп есептеймін. Өйткені мына қазіргі әлемде фашизм мен сталинизм қайтадан бас көтеріп, шовинизм дерті жылдан жылға өрттей өршіп бара жатқан заманда, менің ойымша бұл туындыдан алар тағылымы адамзаттың әлі де мол болмақ. Бүгінгі дәрісімде, қазіргі дәрісімде мен қолымнан келгенше оны сіздерге қарапайым тілмен түсіндіріп беруге тырысып көремін. Әңгімеміз елге түсінікті болу үшін алдымен ұлы жазушыны ұлтшылдық сырқатының ақыры өліммен аяқталатыны туралы күрделі тақырыпты қозғауына қандай жағдайлардың итермелегенінің себебіне қысқаша тоқтала кетейін. Әйтпесе біз көп нәрсені түсіне алмаймыз. Томас Манн әлем әдебиетіндегі шығармашылығы өте күрделі суреткер. Ал өмірде мына Киплинг пен Гамсундардай қайшылық тұлға болды. Түрлі ситуацияларға орай көзқарасы да ауа райындай құбылып өзгеріп отыр. Мысал үшін айталық, бір жазушылар болады, өздерінің ешқашанда позициясы өзгермейтін, азаматтық позициясы, өміріне сүйінші оған берік өтетін. Ал кейде бір жазушылар, енді сезімнің адамдары ғой, кейде басқа жолға түсіп кетіп, адасып жататын кездерде болады. Кейін есін жинап, осы жолдан арылып жатады. Мысал үшін Киплингте, мысал үшін империалистік Англияны қолдап кеткен кездері болды. Соның кесірінен, мысал үшін Киплинг қайтыс болған кезде оны жерлеуге бірде-бір зиялы қауым өкілі келмеген, мысал үшін. Кнут Гамсун да, мысал үшін, фашизмді қолдап кеткен жері болды. Міне Томас Маннда бұндай тағдыр Томас Маннның да басында болды. Әрине, жазушы да адам баласы, ой орманда жүріп, ол да қателеседі, адасады. Біз көп жағдайда жазушыны бір әулие көреміз, пайғамбар көреміз, олай емес. Жазушы да ол ет пен сүйектен жаратылған пенде, ол да оған да адасушылық тән. Достоевскийдің кейіпкерлеріндей, олар да күнәға батып, ар аятының азабын тартады. Зады мына Алланың назары түсіп, бойына талант берген суреткердің ұзақ өмір сүргені ғанибет. Жылдар өткен сайын ондай таланттың танымы тереңдеп, ойы ұшқарланып, шығармашылығы кемелденіп, тағылымы ол туындылары адамзаттың игілігіне алады. 80 жасқа жеткенше тыныс еңбек етіп, артына мор мұра қалдырған Томас Манн сондай тұлғалардың бірі.
Жазушының шығармалары әлі күнге дейін өзектілігін жойған жоқ. Қайта керісінше гуманистік идеалдар күйреп, фашистік идеология жалын күдірейіп жатқан бүгінгі заманда сиқырлтауда көтерілген проблемаларды ойлегінен өткізіп, жаңаша саралаудың менің ойымша маңызы арта түскендей. Томас Манн орыстың классигі Иван Буниннің замандасы. 5 жас кіші болғанмен, ол әлемге әйгілі марапатты Буниннен 5 жыл бұрын 1929 жылы алды. Есесіне Бунин 3 жыл артық өмір сүріп, 83 жасында қайтыс болды. Екеуі де Толстойды өздерінің ұстазы санағанымен, жазу мәнері де көтерген тақырыптарды Бунин мен Томас Маннның бір-біріне мүлде ұқсамайды. Бунин прозада кемелдікке талпынып, мәтінмен күні-түні жұмыс істеп, суреткерлікке қатты мән беріп, шығармаларын жүк тасушыға да түсінікті тілмен жазуға тырысты. Сондықтан да эстетикалық ләззат сыйлайтын оның шыршыл туындыларын оқу әрі қызық, әрі жеңіл. Жазушы Әбіш Кекілбай бір сөзінде Бунинді оқу оңаша аллеядағы бейуақ жолғыстай әлі сырлы, әрі мұңлы дей келіп, ол дүрілдетіп сөйлейтін дүрлікпесі көп думанды маслихаттан гөрі қапыс сырласатын оңаша сұхбатты көбірек ұнататындай деп, орыс классигінің прозасына ондыққа тигізгендей етіп, дәл анықтама берген екен. Дей тұрсақ та, Буниннің прозасы әлем әдебиетінде айшық тізін қалдырып қалған жоқ. Нобель сыйлығын еншілегеніне қарамастан, Европа мен Америкада, менің ойымша, оны аса қатты мойындамайды. Аса көп насихатталмайды оның шығармалары. Көбінесе орыстар оны нетеді, біздің қазақтар. Алайда оларға аса қызық болмағанымен, Бунинге деген қазақтардың махаббатын сөзбен жеткізіп беру қиын. Әдебиетке 60-шы жылдары келген қазақ қаламгерлерінің ішінде оған еліктемегендері некен саяқ. Тіпті ол қазақ ақындарына да қатты әсер етіп, мысалы Есенғали Раушанов орыс классик жөнінде үлкен эссе жазды. Ол біздің баспасөзде жарық көрді, кітабында да бар. Бұл енді бір жағынан түсінікті де. Өйткені Бунин тілдің көркемдігіне, суреткерлік, шеберлікке қатты мән берді. Модернистік поэзия мен прозаны жатсынатын біз әлі күнге дейін осы екі нәрсеге айрықша назар аударып келеміз. Сонымен бірге орыс жазушының шығармаларындағы ауыл тіршілігі де қазақ қаламгерлерінің жанына жақын тақырып болған сияқты. Әрине, мен бұл мәселеге түсіністікпен қараймын. Тәуелсіздік алғанға дейін әлем әдебиетіндегі жаңа ауыл атауының бәрін үрке қарап, модернистік, постмодернистік туындылардың ерекшелігін талдау мүмкін болмағандықтан, қанатымыз қырқылып, құлашымызды кеңге жай алмадық. Біз бұл тақырыпқа енді ғана айрықша назар аудара бастадық. Бүгінгі таңда өз бағын сынау үшін әдебиетке келіп жатқан жастардың әлемдік проза мен поэзиядағы жаңалықтар жатсынбай, қазақтың өлеңімен, қара өлеңімен қара сөзін түрлендіріп, форма жағынан да, стиль жағынан да, мазмұн жағынан да байытуға талпынып жатқан әрекеттері мені бір жағынан қатты қуантады. Өйткені Асқар Сүлейменовтің айтқан сөзі бар: кез келген буын өзінің алдындағы буыннан қарға қадам болса да алға жылжу керек деп. Дегенмен әдебиетте, әсіресе прозада жазған шығарманың салмағы формаңның жаңашылдығымен, стиліңнің даралығымен, құрған сюжетіңнің тартымдылығымен, әңгімелеу шеберлігімен, тіпті тіліңнің көркемдігі сияқты дүниелермен ғана емес, ең алдымен көтерген проблематиканың ауқымдылығымен өлшенеді. Мысалы, публицистика болғанына қарамастан, неге мысалы үшін белорус жазушысы Светлана Алексеевичке Нобель сыйлығы берілді? Өйткені оның публицистикасында көтерілген адамзат толғандырып отырған 21 ғасырдағы проблематиканы проза тілімен, суреткерлік шеберлікпен баяндап берген кемел туындылар әлі күнге дейін жазылған жоқ. Публицистиканың барлық уақытта да прозадан бір қадам алда жүретін сергектігі бар. Қазақ жазушысының Фолкнер мен Маркстің несі кем дегенде, біздің жастарымызда қазір әлемге танылуға талпынып, Букер Нобель сыйлығын алуға ұмтылып, оған қол жеткізудің түрлі жолдарын іздестіріп жатыр. Дәл бүгін болмаса да, ізденісі күшті жастардың біреуі келешекте әлемдік деңгейдегі сыйлықты алып жатса, нұр үстіне нұр. Бірақ біз шығарманың формасына, стиліне тағы сол сияқты ғана назар аударып, адамзатты толғандыратын мәселе көтере алмасақ, әлемнің назарын өзімізге бұруымыз неғайбыл.
Менің ойымша бұл жағынан әлемді таңқалдыратын мүмкіндік өте аз. Форма жағынан айтайын да. Мысалы, Джеймс Джойстың Улиссінен кейін жаңа стиль әкелудің өзі әдебиетте мүмкін болмай қалды. Осы тұрғыдан алғанда, мына фашизмнің ақырын немен аяқталатынын көріпкелдікпен болжап кеткен неміс жазушысы Томас Манның Сиқырлы романының проблематикасына назар аударудың маңызы менің ойымша өте зор. Мойындауымыз керек, Томас Манның туындыларынан мына Буниннің шығармаларын қызыға оқығанда эстетикалық ләззат алу қиын. Ол өз прозасын кемелдендіруге аса ұмтыла қоймады. Борис Пастернак бір сөзінде шығарма жазу барысында Томас Манға 5 сөйлемнің біреуін таңдауға тура келсе, ол 5 сөйлемнің бәрінде таңдайды деген екен. Шындығында да көп сөзділік басым болғандықтан, неміс қаламгерінің көлемі кері қарыс романдарын соңына дейін оқып шығу үшін үлкен төзімділік қажет. Сондықтан да эстетикалық ләззат сыйлау жағынан Томас Манның туындылары Иван Буниннің оқуға жеңіл, жүрекке жылы тиетін шығармалармен жарыса алмайды. Алайда шындықты айтқан батылдығы, тақырыбының тереңдігі, көтерген проблемалардың ауқымдылығына қарап бағаласақ, Томас Манға жететін жазушы әлем әдебиетінде некен саяқ. Салыстырмалы тұрғыдан алсақ, Томас Манға қарағанда Иван Бунин қиындықты көп көрді. Сталинизмнің зардабын шегіп, туған жерінен тамыр үзіліп, бас сауғалап шетелге кетті. Әділіне жүгінсек, миллиондаған адамдардың басын жұтқан сталинизм фашизмнен де асып түскен қасірет нәубет болды. Мұны Бунин білмеді емес, білді. Бірақ біле тұрса да, адамзаттың басына төнген нәубеттің ақыры неге келіп соқтыруы ықтимал деген сауалдың жауабын ол іздеген жоқ. Философиялық, мысалы үшін, әлеуметтік тақырыптарға Иван Бунин мүлде қызықпады. Томас Ман асық алшысынан түсіп, өмірде де, өнерде де негізінен былай салыстырмалы түрге алғанда Бунинге қарағанда жолы болған қаламгер. 20-дан асқан жаста жазған Буденброктар романымен әлемге танылып, әдеби ортаны бірден мойындатты. Соған қарамастан Томас Манның дұрыс жолды таңдай алмай, өмір айдында адасып, жазым басқан үшін кейін қатты ұялып, ар азабының тауқыметін тартқан кездері де бар. Ұзақ өмір сүрген неміс қаламгері бәрінің де дәмін татып көріп, ұлтшыл болып та, либерал болып та, космополит болып та үлгерді. Барлық мәселелерге назар аударған сезімі сергек суреткер прозаны түрлендіруде түрлі эксперименттерге барды. Ол қорыққан жоқ. Тақырып аясы кең болған Томас Ман өз шығармашылығында 20 ғасырда туған күрмелі күрделі сауалдардың бәрінің жауабын іздеді. Іздеп қана қоймай, өз тақырыбын терең зерттеген жазушы олардың жауабын бере білді. Егер де біз уақыт өткізудің амалын ойлап, сюжеті жеңіл, оқиғасы қызық, әңгімелеу шеберлігімен еліктіріп әкететін шығарма іздесеңіз, онда Томас Манды қолыңызға алмай-ақ қойыңыз, парақтамай-ақ қойыңыз оның шығармаларын. Ал егер де дүниетанымыңызды байытып, заманның күрделі табиғат туғызған сұрақтардың жауабын тапқыңыз келсе, онда неміс классигінің Сиқырлы тау, Доктор Фаустус, Иосиф және оның ағалары тағы басқа романдарын зейін салып, ықыласпен оқып шығыңыз. Әсіресе түсініп оқыған адамға мына Сиқырлы тау романының берер тағылым мол. Мен басқа шығармаларына енді біздің бәріне тоқталуға мүмкіндігіміз болмайды, сондықтан мен осы Сиқырлы тауға қысқаша тоқтала кеткім келеді, оның тереңдігіне де. Бір сөзінде Томас Ман Сиқырлы тау романын оқу қиындық туғызса, жаныңызды қинамай тастай салыңыз. Ал егер де қызығушылығыңыз туғызып, соңына дейін оқи алсаңыз, онда асықпай екінші ретте оны оқып шығыңыз деген екен. Расында да көлемі 1000 беттей болып қалатын зияткерлік романды алғаш оққанда тереңіне бөле алмай көп нәрсені түсінбей жатасың. Өз басым мен бұл романды 3 рет оқып шықтым. Мына студент кезімде 1 рет оқыдым, одан кейін осы дәрісті дайындау барысында тағы 2 рет оқып шықтым. Негізі мына екінші рет оқығанда ғана Сиқырлы таудың жұмбағын тауып, өз дәуірінің ғана емес, мына 20 ғасырдың да қасіретіне айналған шовинизм дертінің ақыры немен тынатын көріпкелдікпен суреттеген ұлы жазушының әулие екенін еріксіз мойындайсың. Келешекті болжаған Томас Манды немістердің Достоевский десек те болады. Мысалы үшін Достоевскийде, мысалы үшін Албастылар романында орыс төңкерісінің қалай іске асуы ықтимал екенін көріпкелдікпен жазып кеткен болатын.
қайта бұл тұрғыдан келгенде Толстойды көріпкел әулие болды деп айта алмаймыз. Ол керісінше, мысалы үшін, төңкерісті қалады. Төңкеріс болу керек деп ол жаңағы соны насихаттады. Бірақ ол төңкерістің қандай қасиетті әкелгенін кейін біз білеміз 20 ғасырда. Ал Достоевский осы өзінің Албастылар романында төңкерістің аяғы немен соқтыруы ықтимал, қандай үлкен катаклизмалар болуы мүмкін екенін бәрін осы романдарында көріпкелдікпен жазып кеткен. Мысалы үшін орыстар тектен текке Достоевский әулие деп айтпайды. Мына орыс революциясы Достоевский айтқан күйдегідей жүзеге асты. Сиқырлы негізде мынау идея, әңгіме жазу идеясынан туған роман. Бастапқыда Томас Манн әйел емделіп жатқан құрт ауруына шалдыққан науқастарға арналған шипажайға бас сұғып, 2 аптадай болып сол жерде ем қабылдап жатқан жас жігіттің көңіл күйі жөнінде қысқа әңгіме жазу жоспарлайды. Бірақ неміс классигінің жеткізгісі келген ойы әңгіме шеңберіне сыймай, нәтижесінде Бірінші дүниежүзілік соғыстың алдындағы адамдардың көңіл күйі суреттелген 2 томнан тұратын роман дүниеге келді. Көлем туынды Бірінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі 7 жыл бұрынғы оқиғаларды суреттеуден басталып, алапат соғыстың алғаш шайқастарын сипаттаумен аяқталады. Роман 1918 жыл мен 22 жылдар аралығында жазылды. Өз шығармасында Томас Манн жазықшы жандардың қан төгілген Бірінші дүниежүзілік соғыстың басталуына қандай жағдайлар итермеледі деген сауалдың жауабын табуға тырысады осы Сиқырлы тау романында. Романның бас кейіпкері жас бюргер Ганс Касторп тауда орналасқан құрт ауруына емделетін шипажайға келіп, әлемдік мәдениеттің мәнін түсініп, оған жанасқысы келеді. Сиқырлы тау сюжет жоқ роман. Бұнда ешқандай сюжет жоқ. Мынау адамды ішін пыстыратын, сондықтан көп жағдайда оқып отырып романды лақтырып жібергім келеді. Мынау қалай оқимын осыны әрі қарай деп. Өйткені қандай да бір сюжеттік желі жоқ бұл романда. Бұнда әртүрлі ойлар бар, философиялық. Касторптың әйгілі туындыда мына Ганс Касторптың шипажайда емделіп жатқан Клаудия Шоша есімді орыс әйелімен болатын махаббаты баяндалады. Бірақ автордың айтқысы келген идеясы негізі бұндағы Сеттембрини мен Нафтаның диалогтары арқылы көрініс табады. Лодовито Сеттембрини ұлы итальяндық масон, байлығы жоқ, кедей адам. Ол прогреске, Европаның идеалдарына, либералдық құндылықтарға сенеді. Нафта керісінше прогресті жоққа шығаратын иезуит, ұлтшыл адам. Бір сөзбен айтатын болсақ, нафтаны мына Европаның ымыртын жазған Шпенглер ретінде қабылдауға да болады. Алайда Европаның ымыртын Шпенглерге дейінде сәуегейлік жасап айтқандар бар. Мысалы Лермонтов, орыстың ұлы ақынның «Умирающий гладиатор» туындысын еске түсірсеңіз, онда мынандай жолдар бар. Мен қазір сіздерге оқып берейін. Не так ли ты, о европейский мир, когда-то пламенных мечтателей кумир, к могиле клонишься бесславную головою, измученный в борьбе сомнений и страстей, без веры, без надежд, игралище детей, осмеянный ликующей толпою, и пред кончину ты взоры обратил с глубоким вздохом сожаления, но юность светлую, исполненную сил, которую давно для язв просвещения, для гордой роскоши беспечно ты забыл, стараясь заглушить последние страдания, ты жадно слушай и песни старины, и рыцарских времен волшебные предания, насмешливых листов несбыточные сны. Енді кешіріңіздер, бұл өлеңнің қазақша нұсқасын таба алмағандықтан сіздерге орысша оқуыма тура келіп тұр. Ярасында да ескі әлем шынайылығынан айырылып, соғыстың құндылығын ұмытып, христиандықтан да кете бастады. Христиандық ешкімді қызықтырмайтын ілімге айналды. Ал баяғыда адамдар сөз үшін бірін-бірі дуэльге шақырып, өлімге басын тігіп, Құдай үшін жан құрбандыққа шалуға дайыр болып соғысқан заманда Европада мүлде бәрі басқаша еді. Бұрынғы құндылықтардың орнына прогресспен бірге гуманизм мен жайлық келді. Өмірге деген көзқарас жеңілдеп кетті. Енді бір-біріне қатты сөз айтқан үшін, намысына тиген үшін адамдар бір-бірінен өш алмайды. Нафта қалыптасқан ахуалды өзгертіп, бәрін қайтадан қалпына келтіру керек деп есептейді. Оны қалпына келтірудің бір-ақ қана жолы бар, ол соғыс. Өйткені соғыста адам маңызды болмай қалып, құндылық маңызды бола бастайды. Сиқырлы тауда адам ойлап тапқан құндылықтардың фашизмді қалай туғызғаны сипатталады. Фашизм бір күнде аяқ аспаннан салбырап жерге түсе қалған жоқ. Бірінші дүниежүзілік соғыстың патриоттары оны өмірге әкелді. Мұны Томас Манн жақсы біледі. Өйткені жазушының өзі де
өмір орманда адасып, ұлтшылдық дертіне шалдығып, зардабын шекті. Адамды азғындатып бара жатқан бейбітшілік пен ыңғайлықтан бас тартайық. Шын мағынасында ұлы құндылықтардың уақыт келді деген идеялар фашизм туғызды. Бір жағынан қараған кезде бізде де қазір мысал үшін бір жаңалық көп көрінгенмен, біздің қоғамда да осы кейбір фашистік идеялар келіп жатыр, ұрандатылып. Мысал үшін бір ұлт, бір тағдыр, кеше Назарбаев заманында бір президент дегеннің бәрі ол Германиядан алынған фашистердің идеясы. Адам өзінің ұлтын әсіре бағалау, әсіре дәріптеу, міне осының бәрі де фашизмге алып келетін нәрсе. Біз өзіміздің мына дүниеде жалғыз емес екенімізді, бізден де күшті ұлттар бар екенін мойындауымыз керек. Керісінше өзіне сын көзбен қарай алатын, өзінің кемшілігін көре алатын ұлттар ғана алдыға озып кетеді. Нафтаның сөздері адамды айтқанына шын сендіреді. Мұндай жаман дертпен ауырған уақытта Томас Манн да сол кездегі Еуропаны өлердей жек көріп, біз барлығын мақұлдаған жалпы еуропалық жолмен жүріп келеміз. Бірақ германдық құндылықтардың да бар екенін ұмытпайық. Германияның өз жолы бар, бізге прогрестің керегі жоқ. Біз жауынгерлікпен, соғыстың құндылығымен өмір сүретін халықпыз деген болады. Бұл Томас Маннның кезінде адасып жүргенде айтқан сөздері. Бірақ әрине ол кейін ол ойынан айныды. Бірақ осындай идеялар фашизм туғызды шынға келгенде. Міне осындай сөздерді айтуға дейін барған Томас Манн бұл дерттің ақырының неге келіп соқтыруы ықтимал екенін өте жақсы біледі. Өйткені өзі осымен ауырған адам ғана оның ауруы қайда екенін біледі. Басқа адам оны сезбеуі мүмкін. Өзі де осы ұлтшылдық дертімен ауырылып, содан айыққандықтан осындай сиқырлы тау сияқты өте күрделі романды Томас Манн жазып шықты деп өзім ойлаймын. Енді бұл романның бүкіл оқиғасына тоқталмай-ақ қояйын. Романның кульминациясы Нафта мен Сеттембрени бір сөзге келіп қалып, бір-бірін дуэльге шақырады. Басқаша болуы да мүмкін емес еді. Себебі фашизм мен прогресс мына әлемде бірге өмір сүре алмайды. Фашизм бар әлемде прогресс болмайды. Қазір біз оны Ресейдің мысалынан анық көріп отырмыз. Мысалы, қазір бәрі кетіп баратыр Ресей. Ресейдің бәрін су алып жатыр. Адамдардың бәрі қырылып жатыр. Ешқандай жерде гуманизм дегеннің бәрі бос сөз. Адамдардың бәрі кәдімгі ешқандай құндылығы болмай қалып, қазір екінші дүниежүзілік соғыста қалай пешке лақтырса, сол сияқты Ресейде қазір адамдарын пешке лақтырып, олар жүздеген мыңдап, 300 мыңдеген болып қырылып жатыр. Бірақ соған қарамастан, мен айтып отырмын, мынау құндылықтар басқаша, адам құнды болмай қалып, құндылықтар көтерілген кезде адамның ешқандай құны болмай қалады. Дуэль барысында Сеттембрени қарсыласына оқ атудан бас тартады. Міне осы кезде Нафта тапаншасын алады, суырып алып, маңдайына тіреп, өзін-өзі атып өлтіреді. Томас Маннның әулиелігін біз осы жерде анық көреміз. Жазушы мына ұлтшылдық дертке шалдыққан Гитлердің түптің түбінде өзіне өзі қол салып өлетін осы сиқырлы тау романында көріп келіпкен болжап жазып кеткен екен. Прогресті мойындағысы келмейтін фашизм дертімен сырғаттанған мемлекет күндердің күнде бәрі құрдымға кетеді. Бүгін болмаса да ол ертең құрдымға кетеді. Өйткені тирания, деспотия деген ол ұзақ өмір сүре алмайды. Оның анау ежелгі заманнан бастап тирандардың өмірін зерттесек, бәрі ол құрдымға алып келген олардың өмірі. Өйткені фашист дегеніміз ол бір жағынан мынау есінен ауысқан маньяк. Ал біздің заманымыздың әйгілі психоаналитиктерінің бірі Лев Шагалевтың айтуынша, кез келген маньяктың түпкі мақсаты өзін-өзі өлтіру болып саналады екен. Біз кезде ойлаймыз ғой, маньяк біреуді өлтіргісі келеді деп. Негізгі түп мақсаты біреуді өлтіре алмағаннан кейін, өзін-өзі өлтіре алмағаннан кейін, ол бір адамды өлтіреді екен. Ал түпкі мақсаты ол өзін-өзі өлтіргісі келіп жүрген, сондай ауру адам екен негізінде. Бұл туралы Достоевский де Албастар романында жақсы жазып кеткен болатын. Есіңізде болса, орыс жазушының атақты романында Кириллов өзін-өзі қол салып өледі. Өйткені ол мен өз-өзімді өлтіре алсам ғана Құдай сияқты бола аламын деп ойлайды. Басқаша сөзбен айтқанда, Кириллов Құдайдың қолынан келетін ғана істі жасауға тәуекел етеді. Нафта үшін де өзін-өзі қол салып өлу адам еркіндігінің ең биік көрінісі болып табылады. Міне осылайша біз бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Біз бүгінгі дәрісімізде Томас Маннның шығармашылығын сіздерге жан-жақты түсіндіріп беруге тырыстық. Негізінен 2 романына тоқталдық. Енді қалған романдарын өздеріңіз оқып танысарсыздар. Әрине Томас Манн өте күрделі жазушы, оны тағы да айтам, оқып шығу оңай емес. Бірақ егер де сіздер
осыған төзімділіктеріңіз жетіп осыны оқып шықсаңыздар, түсініп оқып шықсаңыздар, одан алар тағылымдарыңыз мол болады деп есептеймін. Аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын.